Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Ақбота, және де бүгінгі видеомыздың аты Back to School. Сіздердің көптен күткен видеоларыңыз деп айтсам болады, және де менің өзім де өте қатты бұл сәтті күттім. Ал қазір мен сіздерге өзімнің заттарымды көрсететін боламын, ал канцелярияны мен сөмкемді жинайтын видеода көрсете салатын боламын. Және де мен бұл заттарымның барлығында Pinduoduoдан заказ бердім. Қазір сіздерге оларды көрсететін боламын. Ал ендеше біздің видеомызды бастаймыз. Және де мен жаңа өзіме керекті заттарымды алған болатынмын. И мен оларды қазір көрсететін боламын. Осындай карамель, жылдам көрсетіп өтемін. Бұл бізде карамель. Және де мынадай ватный диск. Осындай подводка. Менің подводкам бітіп қалған болатын. И вот. Сосын, кстати, мындай очки сатып алдық жаңа. Қараңыздар. Тағып көрсетемін қазір. Вот. Күшті. Қазір мен сіздерге өзімнің мектепке не алғанымды көрсететін боламын. Мен бұларды әлі ашқан жоқпын. Қазір тез бастайықшы. Қараңыздар, қаншама заттар. Бұл жерде бізде 10 зат бар. Қазір көрсететін боламын. Және де бұл жерде бізде блокнот, пенал, тағы сондай басқа да нәрселер бар. Мынадан бастасақ, бұл бізде блокнот. Соны қараңыздар. Ондай сырты осындай бесіктердің, сосын мынау парақтар. Бұны біз сөмкемізді жинайтын уақытта құрайтын боламыз. Мына жерде бізде стикерлер. Мына қараңыздар. Және де оны салатын тұсы. Тұсына ештеңе қылмапты. Байынан қалай жүрді. Давайте бұны да мен сөмкемді жинайтын видеода көрсетейін. Бізде 2 пакет қосады. Келесі кезек бізде өте майда қағаздар. Осындай менде өте кішкентай пакетик, ішінде осынша зат. Қазір көрсетемін. Бұл бізде бұл бізде сырға. Өте осындай кішкентай ғана. Ана майысқаған ба? Осындай бізде сырғалар құлаққа осылайынан тұрады. Вот. Тюрюш сырға, типа тюрюш. И бұндай, кстати, менің әпшемде золотистой түрі бар. И мен оның серебристой түрін заказ бердім. Пеналды ашайық. Өзім пеналды өте қатты ұнатып алдым. Заказ бердім, сонда болады. Сондай эстетичный, хотя көрсетемін. Та-да-да-дам. Сондай бабочкалармен, мәні тура фотодағыдай ғой. Қараңдар. Ол эстетика ғой. Блин. Вот. Сделал осындай пенал. Эстетичный. Чименде андай канцелярим аз ғой енді пеналдар. Пенал сол үшін менде осындай кішкентай. Да, емес. Вот. Күшті прям бабочкалармен еще осы жылы бабочкалар андай тренд болып жатыр ғой. И маған ол ұнап қалды ол тренд. Вот. Қараңдар. Күшті прям. Менің бұл алған заттарымның барлығы да 10 мың шықты. 10 мың суммасы айтылып
12 мың теңге болды заказ берген заттарым. Ал сосын весі бізде 2,5 мың ба сонша шықты. Бізде келесі ободок, бізде аксессуарлар келіп жатыр, жаңағы сырғамен қосқандар. Вот ободок. Осы жолы мен что-то ободок алғым келді. И қараңыздар, осындай әдемі, нәзік көрінеді екен прям. Енді бізде мына жерде сағат. Тоже аксессуар. Вау, коробкасына ештеңе қоймаған ғой. Узенька, узенька. Еще браслетный заказ берем. Ну давайте. Вот. Что? И потом батарейкасы, запаска. И на жерде бізде пакетик, қазір ашып көреміз, обязательно ашамыз. Өте қызық заттар бар алдары. Ал бірақ оған дейін біз мына жерден біздің шкатулка ма, органайзер ма, сондай бірдеңе соны ашып көреміз. Нормально. Еще пламенный айналады. Вот, бұған мына жерге кисточка, мына жаққа помада, мыналар салуға болады, немесе столға органайзер қылып қоюға болады. Ручка, мыналар салып. Вот, менде как раз сондай жоқ еді. И вот, негізі мен мұнда екеу заказ берейін деген болды. Потом хочет біреу заказ берейін. Енді бізде өте сондай күшті нәрселер қазір, киімдер. Жүрегім дүрсілдеп кетті осында. Қараңдар. Мынаны материал жұмсақ қой. Қараңдар. Прям қысқа. Білмей қысқа болады деп ойламадым негізі. Кішкене ұзын болады шығар деген, потому что анау неде фотосында, короче, ұзынырақ болып тұрған. Тізеге кішкене мынанша қалған ба, сондай. Мына жерде бізде аты қалай еді? Ползамок, короче. Ползамок ба? Жоқ, ползамок. Жилеткасы немене бәле? Материал прям жұмсақ, атлас сияқты. Сондай бар. Бұл типа жилет ретінде жүреді. Мына бізде рубашкасы, мен шаба жоқ па не? Бары жоқ екен достар. Рубашкасы нормально деген үміттемін. Рубашкасы қысқа екен. Вроде нормально деп ойлаймын. Бірақ матасы кішкене сәл-пәл қаттылау. Ал мен былтыр заказ берген немде рубашкам матасы жүрді. Маған өте қатты ұнаған. Мына рубашка вроде нормально. Вот. Ну, короче, деп нормальный қылып киіп көру керек бұларды. Бұл жерде бізде ползамок. Мен аны ойлаған толқы деп.
무슨 말이야? 나 тройкада негізінде шалбар болған. Шалбар қайда? Ötü sağ. Размеры везде. Так, достар, осылайын матас. Түтіліп кететін мата сияқты. Вот, короче, маған андай майда шүйде заттар ұнайды да, бірақ киімдер маған онша ұнаған жоқ. Короче, бізде азғандай уақыт болды ғой уже біздің back to school'ымыз бітіп қалды. И, кстати, менде аяқ киімдер де бар еще. Короче, всем пока, достар. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ал енді маған қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Астыға сіздерге бұл киімдер ұнады ма, немесе осы менің заттарым ұнады ма, оны комментарийге жазып кетіңіздер. Және де мен қандай форматтағы видео түсіргенімді қалайсыздар, оны да тоже жаза кетіңіздер. И лайк басып, маған обязательно тіркеп кетіңіздер. Мен арымда күшті нәрселер түсіруге тырысамын. Болды, всем пока.